Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар, амансыздар ма дейміз. Бүгін 18 сәуір кешкі сағат 8-ден өтті. Жалпы жұмыстан шықтық, қазір таңда боспыз, яғни оған себепкерлі менің бұрынғы жаңа әріптестерім басты себепкер болып отырған. Оған жалпы енді осы менің тарапымнан жасалған акттерді, қатаң сөгістерді жалпы біз осы 2026 жылдың 27 қаңтар күні Түркістан облысы Ордабасы ауданы Мұхаммед Хайдар Дулаев атындағы жалпы білім беретін мектептің директоры, яғни басшысы Төлтебай Балжан Алтынбекқызының нөмір 5-ші жықы бұйрықпен, яғни оның негізі қатаң сөгістер. Кейін тағы да тарқап айтамын. Яғни еңбек кодексінің 52-ші бабының 1-ші тармағы 16-шы тармақшасы бойынша, бұл жерде тағы айта кетейін, бұл жерде теріс қылық жасады, екінші рет қайттан тағы теріс қылық жасады деген бап және тармақтар. Енді теріс қылықта әртүрлі болады. Енді сол тармақ бойынша мені жұмыстан шығарып, менің еңбек кітапшама статьяның бәрін түсіріп тастаған, оның құқығы жоқ тастауға, түсіруге. Мен білмеген оны, бірақ енді оғанда ертең жауап беретін уақыт келеді. Енді мынау біз өкіліміз екеуміз, яғни Жанибек Абишев, яғни менің өкілім, Түркістан облысы еңбек инспекциясына осы бұйрықтың, актердің, қатаң сөгістердің қаншалықты заңды болған туралы шағым түсіргенбіз. Соны тексеріп, кеше 15-ші сәуір күні жауап келді. Сол жауапты танысып оқып отырып, мен жалпы еңбек инспекторының жауап хатын яғни еңбек кодексі арқылы оқыдым, одан кейін азаматтық процесс арқылы оқып шықтым, сол заңдар тармақтарға сала отырып, және одан кейін қылмыстық кодекстік және қылмыстық процесстік кодекстерге салдым. Енді қорытындыға келіп отырмын, бірақ мен сот емеспін, судья емеспін, мен заңгер емеспін, бірақ енді осындай кішкентай бір сынақ түсіп тұрғаннан кейін өз мүддемді қорғау үшін осы процестің бәрін өткіздім, оқыдым. Сонда мынандай қорытындыға келіп отырмын. Мектеп директоры және қасындағы 7-8 адам бар, 5-6 адам бар. Яғни менің бұрынғы ұжым мүшелерім, яғни әріптестерім, олар тікелей сол 5-6 адам бір жылдың көлемінде акт жасаған, хаттама жасаған, қатаң сөгіс берген, тағы оны әлеуметтік жерге салып отырмын. Кімдер екенін барлығыңыз білесіздер. Осы сол жаңағы 5-6 адам болып. Енді олардың мүддесі болған шығар. Қазір таңда мені жұмыстан босатқаннан кейін барлығы сол менің орныма жайғасып отыр. Мүмкін заңды шығар. Бірақ енді олардың бәрін ертең заң шеңберінде шешеміз ғой дейміз. Бірақ жасаған әрекеттеріне, әркім өзінің әрекетіне заң шеңберінде жауап беру керек деймін. Өйткені олар мені аяп отқан жоқ. Менің мүддемді, яғни менің құқығымды таптады. Міне сол кісілердің заңды білмей жасаған әрекетінің барысында мен қазір таңда бос жүрмін. Менің ар-намысым, ар-ожданым, абыройым бәрін таптап отыр. Енді сол кісілер заң алдында жауап беру керек деген мен өзім ойым. Егер олар жасаған әрекеттері қылмыс болып салатын болса, тобыр болып, яғни бірігіп сыбайлас болып жасаған әрекеттері сот шеңберінде, яғни сот процесінде анықталды деген ойдамын. Себеп, оған басты себеп мынау еңбек инспекциясының жауабы. Жасалған әрекеттерінің барлығын десем, мен 99% десем болады, жалған әрекеттер. Заңды білмей жасаған мектеп директоры және тағы да қасындағы, мен әрдайым кешірім сұрап айтым, Жандай Шаптары деп. Солармен бірге жасаған әрекеттер заң шеңберінен шығып кеткен. Оны еңбек инспекциясының жауабында тұр. Қазір мен әлеуметтік жерге саламын оның бәрін да. Енді тағы да мені жұмыстан ауыстырған 22-ші бұйрық 18-ші желтоқсан 2025 жыл болған. Және одан кейін екінші мұғалімдіктен мектептен шығарған бұйрық 27 қаңтар 2026 жыл еді. Енді қазір еңбек инспекциясының жауабында тағы бір 27-01-2026 жыл нөмір 4-ші жықы бұйрық деген шықты.
бізге оның бәрін жолдаған жоқ. Қалған талап хатты да барлығын почта арқылы жолдаған мектеп директоры Төлеубалжан Алтынбекқызы. Енді мынау жалған тағы бір бұйрық шығып отыр. Яғни ол біз оны сот процесінде айтқанбыз, 22-ші бұйрық, яғни 5-ші бұйрық заңсыз, яғни мені жұмыстан босатпаған деп біз сот процесінде айтқанбыз. Оны ертең тағы да дәлел ретінде соттың аудио-видео дәлелі бар, соны көрсетеміз. Міне тағы бір бұйрық, тағы бір заңсыз әрекет жасап отыр. Енді оның бәрін ертең сот процесінде күшін жоямыз деген ойдамыз. Егер де ауданда жоя алмайтын болсақ, оны апелляциялық сот бар, облыстық сот бар, республикалық сот бар, кассациялық сот бар, халықаралық сот бар. Міне сол соттардың шеңберінде. Себеп өйткені еңбек инспекторларының 3 нұсқамасы бар. Төлтөбай Балжан Алтынбекқызының шығарған бұйрықтарының заңсыз екенін, мен кешегі алдындағы қай күн екенін білмей салып қойғам, оның нұсқаманың бәрін жоюлу керек. Мына уақытқа дейін деп күшін жойып, заңға сәйкестендіру керек дейді. Енді мына 15-ші наурыз күні шығарылған еңбек инспекциясының жауап хатында 28-ші сәуірге дейін заңға сәйкестендір дегенді. Ал енді қалай сәйкестендіреді? Мен жұмыста жоқпын ғой. Маған түсініктеме беру керек, тағы да қатаң сөз беру керек. Онлайн жасайтын шығар мүмкін, тағы да ол кісілер үйреніп қалған ғой. Бірақ әркім азамат өзінің ісін әрекетіне жауап беру керек деген мен қылмыстық кодекс ең соңында айтайын. Заң нормаларында қылмыстық кодекстің баптарын, тармақтарын айтпай қойын. Ол ертең сот процесінде анықталар. Өзінің әрекеттеріне байланысты өзінің жазасын алады деген ойдамын. Өйткені мен біреулердің білмей шығарған, бір азаматтардың заңды білмей шығарған бұйрықтардың зардабын мен көріп жатырмын. Ал енді ол кісілер өзінің жасаған әрекеттеріне жауап беру керек деген мен ойдамын. Себеп олардың қолдары тұр. Мен тағы да айтамын, ұйымдасқан топ шығар мүмкін деп. Маған жасалған әрекет енді сот процесінде көреміз. Ертең тағы да бір-екі салатын посттар бар, әрекеттер бар. Осы әрекеттерді мен ешкімге жала жауып жатқан жоқпын. Тек қана мен өзімнің мүддемді қорғап жатырмын. Заң аясында маған жасалған жалған деген мен күдігім бойынша мекемелердің берген жауаптарын негізге ала отырып ғана мен айтып отырмын. Осы сау болыңыздар, қазақ елі. Қолдап, комментарий жазып, күш қуат беріп отқандарыңызға рахметімізді айтамыз. Әділдік жеңеді деген ойдамыз.